Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл департаментінің бастамасымен Темірбек Жүргенов атындағы номері 123 мектеп-лицейінде Адал ұрпақ еріктілер мектеп клубы жобасы жұмысын ұйымдастырып келеді. Осы бағдарламаның мақсаты мен міндеттері мектепте аса өнегелі, жауапты, бастамашыл және әлеуметтік құзырлы азаматты және патриоттық қалыптастыру үшін жағдай жасау, рухани адамгершілік және азаматтық патриоттық тәрбиелеуге бағытталған шараларды іске асыру, адамгершілік тәрбиелеу, моральдық, этикалық қағидаларды қалыптастыруға, әр оқушының сыбайлас жемқорлыққа мүлдем төзбеушілікті қалыптастыруға бағытталған. Бүгінгі күні мектеп ұстаздары жасөспірімдерге сапалы білім, саналы тәрбие беруде үздіксіз жұмыс атқарып келеді. Бұл ретте заманауи технологияларды пайдалана отырып, бәсекеге қабілетті ұлт тәрбиелеу өзінің өзектілігін жоғалтқан емес. Сондықтан болашақтың еншісін арқалайтын жастар жаһандық сын-қатерлерге төтеп беруде шарболаттай шыңдалған рух пен өнегелі ілімді бойына ұштастыра білу қажет. Ал сол сын-қатерлердің көшбасында қоғамдағы атышулы сыбайлас жемқорлық та бар. Осы ретте Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі 2020-2021 жылғы оқу жылында Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым Министрлігімен бірлесіп әзірлеген рухани адамгершілік және азаматтық патриоттық тәрбиелеу контекстінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті мектеп ортасында қалыптастыру бағдарламасы бүгінде Жалағаш өңірінде қарқынды іске асырылып келеді. 2021-2022 жылғы оқу жылының қыркүйек айында азаматтыққа, отансүйгіштікке, адамның құқықтарына, бостандықтарына және міндеттеріне құрметті, адамгершілік сезімдер мен этикалық сананы, сыбайлас жемқорлыққа төзбеу мәдениетін, еңбексүйгіштікке, оқуға, еңбекке, өмірге жасампаздықпен қарауға тәрбиелеу мақсатында парасатты азамат бұрышы ұйымдастырылды. 2021 жылдың қыркүйек айында Темірбек Жүргенов атындағы мектеп-лицейде құқықтық тәрбие және құқық бұзушылықтың алдын алу тақырыбында 9-шы, 10-шы, 11-ші сынып оқушылары ата-аналарымен бірлескен кездесу болып өтті. Аталған шараға Темірбек Жүргенов атындағы мектеп-лицей директоры Ләйла Шөменова, Дархан Ильясов, Сәуле Құманқұлова, Бақыт Шәкеевтер қатысып, өз ойларын ортаға салды. Парасатты азамат, адамгершілік және құқық, еркіндігім, елдігім, тәуелсіздік, теңдігім. Біз сыбайлас жемқорлыққа қарсымыз. Адал ұрпақ ерікті мектеп клубы мүшелерінің аудандық өлкетану музейінің көшпелі көрмесін танысуы. Біз әскери борышымызды өтеуге дайынбыз ба тақырыбындағы ауған соғыс ардагерлерімен кездесу. Қоғамдық тәртіп негіздері тақырыбындағы пікірталас дөңгелек үстел. Имандылық ілімі, тәрбиенің тұнығы тақырыбындағы тәрбие сағаты. Тәрбиенің бастауы еңбек тақырыбындағы тәрбие сағаты. Көктем ару 2021 тақырыбындағы ерікті мектеп клубы мүшелерінің іс-шарасы. Құқықтық Қазақстан тақырыбындағы флешмобтар, паралы құрдымға бастар жол тақырыбындағы сурет көрмесі. Біздің таңдауымыз құқықтық мемлекет тақырыбындағы сюжеттік рөлдік ойындар ұйымдастырылды. Онда өскелең ұрпақ арасында сыбайлас жемқорлыққа төзбеушілік пен сыбайлас жемқорлық көріністеріне жек көрінішті кейіп қалыптастыру үшін ұлттық құндылықтарымызды және адамгершілік, имандылық, мейірімділік, адалдық, шыншылдық қасиеттерімізді бойымызға сіңіруіміз қажет екендігі аталды. Сондай-ақ сыбайлас жемқорлыққа қарсы білім, сыбайлас жемқорлыққа қарсы ақпарат және шығармашылық, мәдени көпшілік іс-шаралар, дөңгелек үстелдерді, суреттер, шығармалар байқаулары және де басқа ағартушылық істер шаралары ұйымдастырылып, оған мектеп оқушылары белсене қатыстырылып келеді. Бағдарлама жоспарына сәйкес мектепте Адал ұрпақ ерікті мектеп клубтарының жұмысы ұйымдастырылып, жастардың бойында өнегелік, жауаптылық, бастамашылдық, патриоттылық сынды қасиеттер мен сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру бағытындағы кешенді шаралар қолға алынды. Солардың ішінде ағымдағы жылдың қорытындысымен Темірбек Жүргенов атындағы мектеп-лицей мектебінде Адал ұрпақ еріктілер клубына жаңа мүшелерді қабылдаудың салтанатты іс-шарасы мен тақырыптық сурет салу мен шығарма жазудан мектепшілік байқауының қорытындысы бойынша үздіктілер марапатқа бөленді. Тұғырлы тәуелсіздіктің 30 жылдығы аясында Адал ұрпақтың қатарын толықтырған мектеп оқушылары іс-шараларға белсене қатыстырып келеді. Тағы бір атап өтетін мәселе, бұл шараның ерекшелігі оқушылардың еңбектері көрме ретінде көпшіліктің назарына ұсынылып,
мектеп өнерпаздары жаңа бастамаға арнап өлең жолдарын да төкті. Ал парасатты азамат құрушы өткенге ой саларлықтай парасаттылықтың, ізгіліктің, қамқорлықтың шынайы бейнесін баяндағандай әсер қалдырды. Сонымен бірге мектепте 8-ші, 9-ші, 10-ші, 11-ші сынып оқушылардың қатысуымен біздің таңдауымыз құқықтық мемлекет тақырыбында дөңгелек үстел отырысы ұйымдастырылып отырады. Жиын барысында құқықтық мемлекеттің негізгі қағидаттарын, сондай-ақ біздің елімізде оның қалыптастыру ерекшеліктері талқыланды.